Сәлем достар. Бүгін қазақтың асханасы ұлттық бай мұрасы туралы айтқым келеді. Дәстүрлі тағамымыздың дәмін кіргізетін бір құпия құйрық май. Бүгін мен сіздерге Жанар Айжанова апайымыздың ерекше тағамдарының бірі құйрық майға қуырылған асқабақ туралы айтқым келіп тұр. Асқабақ денсаулыққа пайдалы дәрумендерге бай көкөніс, ал оны құйрық маймен қуыру нағыз қазақы тәсіл. Құйрық майдың қош иісімен үйлескен асқабағы жұмсақ болып, таңдайымызда еріп кетеді. Бірнеше минутта дайындалатын қарапайым, бірақ керемет дәмді тағам қазақтың қонақжай дастарханында да ерекше орын алады. Егер сіз дәстүрлі тағамдарды жақсы көрсеңіз, міндетті түрде осы әдісті байқап көріңіз. Дайындау тәсілін айтып өтейін. Құйрық майды ұсақтап турап табаға салып, отта ертіп аламыз. Сосын май шығып бастағанда, қытырлақ болған кезде майдың қатты бөліктерін сүзіп аламыз. Бірақ мен оны тастамаймын. Шұжығын нанмен қосып балаларыма беріп отырамын. Өте дәмді болады. Асқабағымызды қабығынан тазартып, орташа көлемде турап аламын. Оны еріген құйрық майға салып, араластыра отырып, орташа отта 10-15 минутқа қуырамыз. Мен дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып тағы 5 минуттан қуыруды жалғастырамын. Осылай қуыру әдісін осылай жасап алам. Нәтижесінде жұмсақ, майлы әрі қош иісті асқабақ дайын болады. Бұл тағамда таңғы асқа, түскі немесе кешкі асқа беруге болады. Құйрық май оның дәмін байытып қана қоймай, пайдалы қасиеттерін де арттырады. Егер сіз қазақы тағамдарға қызығатын болсаңыз, міндетті түрде осы әдісті байқап көрсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Дайындау тәсілін, рецептін видеоның сипаттамасында қалдырамын. Достар, видеом пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Келесі видеомда жіберіп алмас үшін.